Қарынның шығып кетуіне 5 түрлі себеп бар. Сәлем достар, сіздермен бірге Тәнсаулық арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ұйқының қанбауы, үнемі ұйқылы ояу жүру фигураның қас жауы екенін білетін боларсыз. Соңғы уақытта әйелдер арасында да, ер азаматтар арасында да қарны шығып, дене бітімі тартымсыз болып кеткендері жетерлік. Дегенмен қарынның шығуына әсер ететін жағдайлар бар екен. Егер сіз осыларды білсеңіз, сымбатыңыздың бұзылуына жол бермейсіз деп ойлаймыз. Біріншісі үнемі ұйқының қанбауы. Ұйқының қанбауы, үнемі ұйқылы ояу жүру фигураның қас жауы екенін білетін боларсыз. Алайда барлық адам ұйқысын ретке келтіріп, күн сайын 8 сағаттық ұйқының орнын толтыра бермейді. Тіпті күніне 4-5 сағаттық ұйқыны қанағат тұтып, күнделікті режимге айналдырғандары да жоқ емес. Яғни осыдан кейін ұйқысы қанбайтын адамдар өзінің дене бітіміне ешқандай уәж айтпай-ақ қойса да болады. Себебі барлығына өзі кінәлі, өзі жауапты. Өйткені ұйқы қанбаса, адамның денесі осы энергияны басқа жақтан талап етеді. Яғни тамақ көп жеуге итермелейді. Бұл артық тағамдар қарын мен белге жиналатыны сөзсіз. Екіншісі, ұйқыға кеткенше телефоннан көз алмау. Сіз ұйқыға жатарда телефонға үйіліп немесе теледидар қарауды әдетке айналдырдыңыз ба? Өміріңіз дәл осылай өрбіп жатқан болса, телефоннан да, планшеттен де, теледидар да түнгі ұйқының бұзылуына, зат алмасуының бұзылуына әкеп соқтыратынын ұмытпаңыз. Онсыз да зат алмасу, ас қорыту жүйелерінің жұмысы реттелмей тұрған уақытта бұл қосымша жүктеме болады. Сондықтан да зиянды әрекеттерден аулақ болуға тырысыңыз. Үшіншісі, уақытылы тамақтанбау. Мысалы, сіз бүгін әдеттегідей таңғы, түскі, кешкі ас іштіңіз. Бірақ кеше тек бір мезгіл ғана тамақтануға уақыт таптыңыз делік. Болмаса осы әдіс жақсы көмектеседі деген оймен кешкі асты ішпей қойдыңыз. Бірақ бұның бәрі ағзаға кері әсер ететінін білмейтін боларсыз. Ағза режиммен тамақтанбаудың әсерінен стресске түсуі мүмкін. Төртіншісі, диетаның бұзылуы. Диетада жүру, дастархандағы көптеген тағамдардан бас тарту оңай емес. Бұны диета ұстаған жандар ғана түсінеді. Диетаның бұзылуына не себеп болатынын да жақсы біледі. Көп жағдайлар диетаның бұзылуына той-томалақ, отырыстар, кешкі ас себеп болып жатады. Осындай кештерде диетаны ұмытып, дәмді тағамнан асап қоятынымыз бар. Бұл да өз кезегінде арықтауға емес, керісінше салмаққа салмақ қосуға, қарынның шығуына апаратын жолдың бірі. Бесіншісі, тамақты жүре жеу. Асығып, аптығып тамақтана салу, жүріп бара жатып тамақ жеу үйреншікті нәрсеге айналғандай. Ал диетадағы жандар осылай тамақтансаң, тағам тез қорытылып, майға айналмайды деген сылтау айтады. Алайда диетологтар бұлай ойламайды. Себебі жүре тамақ жеген кезде адамның миы қарынның тойған-тоймағанын түсінбей қалады. Сөйтіп қарным тоймады деп, сіз көбірек жеп қоюыңыз ғажап емес. Бұл да қарынға май жиналуына бірден-бір себеп болатын нәрсе. Қарынның тез шығуына әсер ететін азық-түліктер. Алкогольді ішімдік, сағыз шайнау, ащы тағамдар, майонез, балмұздақ, банан және құрмалар. Егер қарынның шыққанын қаламасаңыз, осы азық-түліктерді абайлап, аз-аздан жеу керектігін естен шығармаңыз. Арықтау мәселесінде ерік-жігеріңіз өзіңізге бағынбай жүрме. Ерік-жігерді өз дегеніңе көндіру, ойындағыны жүзеге асыру оңай емес. Дегенімен психологтар, мен қалаймын және жасаймын деп, өз күш-жігеріңді жаттықтыру керек дейді. Қолыңыздан бірдеңе келмей жатса, өзіңізді кінәлаудан аулақ болыңыз. Ерік күші мақсатқа жету үшін қажет. Психологтар айтқандай, ерік-жігерді жаттықтыруға болады. Ол үшін нақты жоспар қажет. Ерік-жігер дегеніміз не? Бұл адамның да өз мінез құлқын
бұған кедергі болатын азғыруларға берілмей мақсатқа жету үшін құрылымдау қабілеті. Бұл қажеттілік қалаудан жоғары болған кезде импульсті басқару деп түсініңіз. Ол біздің өзімізді бақылауымызға жауапты. Бұл кез келген мақсат болуы мүмкін. Мысалы, үй салу немесе біз жиі байқамай орындайтын бір қатар күнделікті тапсырмалар. Тіпті күнделікті жасап жүрген кішігірім тірліктерге де ерік-жігердің керек екенін ұмытпаңыз. Мысалы, демалыс күні үй жинау керек делік. Егер сізде ерік-жігер болмаса, сіз мұны жасамас едіңіз. Гүлдерді суару, киім үтіктеу және тағы басқа күнделікті майда-шүйде тірліктер. Мұның бәрін жасау үшін сізге біраз күш салуға тура келеді. Сіздің күш-жігеріңіз барлық уақытты қалауларыңызға жоқ деп айта алатындай күшке ие болса ғана, сіз күнделікті жеп жүрген тәттілерден бас тартып, сымбатыңызды сымдай етуге септігі тиетін жаттығуларды жасайтын едіңіз. Ал бұлай болмаған жағдайда адам өзін қарынның құлы санап, өзін әлсіз сезінеді. Дәл осындай жағдай арықтауды қалайтын көптеген қыз-келіншектердің басынан өткенін білеміз. Өйткені қалауыңнан бас тарту ең қиын нәрсе. Алдыңызға қандай да бір мақсат қойдыңыз. Жетуге талпынудасыз. Сол мақсатқа жету үшін сізге көп нәрседен өзіңізді алшақтатуға үйрену керек. Жай ғана таңертең күндегіден жарты сағат ерте тұрып, жаттығу жасау немесе ас мәзірін өзгерту. Осындайда ойыңызды бұзатын түрлі азғыруларға қарсы тұру үшін сіз шынымен не қалайтыныңызды біліп алғаныңыз маңызды рөл ойнайды. Тәтті жеу ме әлде өзіңіз армандап жүрген көйлекті кию ме? Қайсысын сіз қаттырақ қалайсыз? Яғни тәтті тортты жеу қажеттілік болса, қалауыңыз фигураны қалыпқа келтіру. Солай ма? Енді сіздің қалауыңыз қажеттіліктен жоғары тұрды деуге болады. Қалау күшейген сайын тамақтан бас тартуда оңай бола береді. Ерік-жігерді бағындыру үшін өзіңізді жақсырақ білуге тырысыңыз. Импульстарыңыздың қоздырғышын анықтаңыз, нәтижеге жетуге кедергі келтіретін мінез-құлқыңызды, ойларыңыз бен сезімдеріңізді белгілеңіз. Сондай-ақ салауатты әдеттерді дамыту да маңызды факторлардың бірі. Бұл күнделікті жұмыс, физикалық жаттығулар болуы мүмкін. Жетістіктеріңізді атап өтуді және өзіңізді мақтауды ұмытпаңыз. Жоспарға сәйкес әрекет еткенде біз тез шаршамаймыз. Ерік-жігер мақтауды жақсы көреді. Ересектер өзін мақтап, жігерлендіріп отыруы керек, дейді мамандар. Біз бірдеңе жасаған кезде дофамин мен серотонин гормондарын аламыз. Біз өзімізді мақтан тұтамыз. Алынған нәтижелер үшін өзіңізді мақтап отырсаңыз, ерік-жігеріңіз күшейе түседі. Әр күн сайын жасаған әрекетіңізге қанағаттану және өзіңізге деген мақтаныш сезімі жақсы мотивация ретінде қызмет етеді. Сондықтан да ерік-жігеріңіздің төмендеп бара жатқанын сезсеңіз, мақтауға тұрарлық іс тындырыңыз. Мысалы, көптен бері орындамай жүрген жаттығуларды жасап, пайдалы тағам әзірлеңіз. Ал мақсатқа жеткеннен кейін өзіңізді қатты жақсы көріп, мақтан тұтатын боласыз. Бұл күнде алыс емес екеніне сеніңіз.